Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мен шетелде демалып жатырмын, соған болмай көптеген адамдар сұрап жатыр. Простатит туралы, қалай емдеу туралы айтам деп едің, обещать етіп едің, сол обещаниеңді қашан орындайсың деп. Енді уақытым көбірек болғандықтан бос уақытты пайдаланып сіздерге жауап берейін. Базардан тыквенный семечке дегендер бар ғой, сондай бір 2-3 килограмм сатып алыңыздар. Сосын таза бал алыңыздар. Сосын шай қасығыменен толтырып аласыздар. Бір қасықты толтырып алып, ауыздарыңызға саласыздар. Одан кейін екінші қасық тағы да толтырып алып, ауыздарыңызға саласыздар сол шемішкені. Сосын жарты қасық, жарты шай қасық балды алып, ауызға салып, соны шайнайсыздар. Однородный масса дейді ғой, осы жатқан. Сондай болғанша, ұсақталып болғанша, соны ұсақталып болғаннан кейін оны жұтасыздар. Осылай күніне 3 реттен. Тамақ ішпес бұрын жарты сағат бұрын, егер тамақ ішіп қойсаңыздар, не мүмкіндік болмаса, оны тамақ ішіп болғаннан кейін где-то бір жарты сағат, 1 сағаттан кейін осылай күніне 3 реттен 1 килограмм шемішке бітпейінше осылай жейсіздер. Күн сайын. Арасында пауза болмау керек. Бұл сіздің простатитті емдейтін, былайша айтқанда, дәрігерлерге, мошенниктерге ақшаны мың-мыңдап лақтырғаннан, одан да осылай семішкені сатып алып емделген өте пайдалы. Сосын жазыла бастайсыз. Жазыла бастаған кезде еріксіз әйеліңізге айтуға тура келеді. Саусақпенен презерватив киіп ап, майлап ап, вазелин жағып, не смазка жағып, соныменен ақырын қатты резкі баспай, ақырын басып отырып, массаж жасау керек. Сол массаж жасаған кезде сіздің сексуальный энергияңыз көбейеді, өзіңіз байқайсыз. Таңертең тұрмай жатқан, енді қалай айтайын, әптішуіңіз, солай айтайын, әптішу деп айтайын, половичерінде. Әптішуіңіз таңертең уже қозғала бастайды. Таңертең оянған кезде тұрады, бүйтіп. Сосын осылай тұрып, әрі қарай жиі секспен айналысу үшін жаңағыдай массаж жасау керек. Простатитті жай ғана семішкемен балмен қосып жеп, жазылып кеткеннен кейін бәрі ол неңіз жаңағы күшіңіз азаяды, еркектік күшіңіз. Соны көбейту үшін ақырындап массаж жасау керек. 1 жұма 10 күндей. Одан кейін сіз қайтадан ауырасыз, обязательно. Простатит біраз уақыт өткеннен қайтадан бастап шығады. Ол неге шығады? Өйткені мына адамның миыменен мынау әрбір жерде орналасқан органдарға, дене мүшелеріне сигнал мидан жұлын арқылы спинной мозгке орысша сол арқылы барады. Егерде бір жерде нерв қысылып қалса, онда нервный иннервация дейді ғой, сол дұрыс болмайды. Соның арқасында сіздердің жаңағы мүшелеріңіз, дене мүшелеріңіз, органдарыңыз дұрыстап тамақтанбайды, қоректенбейді, қан айналысы бұзылады, сол жерде застой болады. Содан кейін ауруға айналады ол жер. Сондықтан сол болмас үшін интернетте, ютубта қарасаңыздар, подушка Мирама деп іздесеңіздер, мынандай подушка бар. Мен шығарған, мынаның патентім бар менің мынаның. Есалаңа мошенник проходимостерге айтам. Егер осыны пайдаланып, емдеп ақша табатын болсаңдар, мен сендер сотқа берем. Уже Россияда, Қырғызстанда, Өзбекстанда бірнеше адамдар сотталды. Ескертіп қоям. Ақша жасау болмайды. Тегін пайдаланыңыздар. Мен өзім ауырғаннан кейін, грыжа болғаннан кейін, осыны Алла тағала маған үйретіп, бүкіл әлемдегі ғалымдар бәрінің таба алмаған емін Алла тағала маған үйретіп, осындай жасап шығардым, подушка деген. Осыған жатсаңыздар, қалай жататын туралы ютубта менің
он шақты видеолексиям бар. Жаңағы спиной мозгтарыңыз жұлын арқылы жететін сигнал, осыған жатсаңыздар дұрысталады, ауырмайтын боласыздар. Өйткені омыртқаларды, позвоночниктарды түзету керек, жатқызу керек. Осыған созылады мынау жатқан кезде. Мұны жайдан жай жасай салмайсыздар. Мұның өзінің размері бар. Мына жайдан жай жасалған нәрсе емес бұл. Аспаннан алынған нәрсе емес бұл, ойдан шығарған нәрсе емес. Мұның өзінің бұрыштары бар, әдейі жасалған мынандай градустары. Солай жатқанда ғана бұл әсер етеді. Сондықтан да, егер мен мұндай подушканы жасамаймын, мен сатпаймын. Бірақ менің бірге оқыған жолдасым бар, соның нөмірін берем қазір. Соған хабарласып алуға болады арзан бағамен. Егер де осылай жаңа омыртқаларыңызды түзетіп жататын болсаңыздар, онда сіздердің простатит қана емес, іштеріңізде ғана бүйректің ауруы, асқазанның ауруы, бәрі ауырып кетеді. Бәрінен жазыласыздар. Өйткені жаңа айтып өттім ғой, егер нерв бір жерде қысылып қалатын болса, онда сол жерден тарайтын сигналдың бәрі бұзылады. Сондықтан сол жерде орналасқан органдар ауыра бастайды. Застойный явление болады, сосын ақырындап ауыра бастайды. Соларды жазу үшін осы подушкаға жатуларыңыз керек. Сонда бәрін, егер осының бәрін бірге істейтін болсаңыздар, онда көп ауруларыңыздан жазылып кетесіздер. Енді Алла тағала сіздерге ем-шипа берсін. Жаңағы мені үйреткен тіквенный семечканы қалай емдеу туралы білетін адамдардың бәріне таратыңыздар. Мұны егер кейбір адамдардың, мысалы, қартайған адамдарда тіс болмайды, не тістер ауырады, шайнау ғана шемішке қатты. Сондықтан оны алдымен мясорубкадан өткізу керек, ұнтақтап. Соған бал қосып, мынандай шариктер жасайсыз. Егер сол шарикті күніне 3 рет жеп отырсаңыздар, сол жетеді сізге. 5-6 күннен кейін уже жаңағы простатитіңіздің признактары кете бастайды. Сосын жаңа 1 килограмм жеп болғаннан кейін 1 жұма демаласыз. Одан кейін қайтадан 2 килограммды жеп бітіресіз. Сосын 2 килограмм жеп бітіргеннен кейін тағы бір 10 күндей демалып, пауза жасап. Сосын әрі қарай тағы да жейсіз. Осы үшеуін жесеңіз, сізге осы бірнеше жылға ем-шипа болып пайдасы тиеді осы.